Мен облысымыздың табиғатымен толықтай таныстым. Енді мені өлкеміздің тарихы қызықтырады. Маған бұл экспонат туралы айтып бересіз бе? Біздің облыстық тарихи өлкетану музейі осы археологияларға ең бай музейіміздің бірі болып саналады. Енді қазір сен көріп отырған қызықты экспонат демекші, бұл соны 1970 жылдары белгілі археолог Арсланованың экспедициясының нәтижесінде табылған Шыманайха жеріндегі Зибакина деген қорғаннан табылған қимақ жауынгерінің сүйегін көріп отырмыз. Бұл ерекше қимақ батырының қасында көріп отырғандай ат абзелдерде бірге сақталған екен. Бір ерекшелігі бұл экспозицияда 4 ат көрсетілмеген, бірақ та бұл 4 ат табылған екен осы қазба жұмыстары кезінде. Оған дәлел ретінде айтатын болсақ, жаңағы атқа тиесілі үзеңгісін көріп отырмыз, ауыздығын көріп отырмыз, құйысқанның фрагменттерін көріп отырмыз. Ал ерекше бір айта кететін болсақ, бұл батырдың жаңағы 3 белдігін көріп отырмыз, көріп отырсың ғой. 3 белдігі оның жоғарғы мәртебелі статуста болғандығын қайтеді екен, айғақтайды екен. Енді тағы да бір ерекше жәдігердің бірі ол жаңа жебенің ұштарын біз көріп отырмыз, найзаның да бір бөліктерін көріп отырмыз. Айтарлықтай сол 9 ғасырларда осы қимақ қағанатының арғы тегі шат, сонау Ертіс өзенінің маңайында мекен еткен жалпы қимақтар бірнеше тайпалық бірлестіктерден тұрған екен. Соның бірі жаңағы солтүстік шығыста осы Ертіс өзендерінің маңайын мекен еткен делінеді екен. Бұл экспонат 1970 жылдары осы қазба жұмыстарының нәтижесінде табылып, біздің облыстық өлкетану музейіне өткізілген екен. Осы табылған қимақ жауынгерінің батырының бет әлпеті дейді, бұл Герасимов әдісі бойынша бас сүйегінің қалпына келтіруде де жаңғыртпасы дейді. Сонда осы қимақ батырының бет әлпеті осындай болған туралы қайтеді екен, айғақтайды екен. Енді көріп отырғандай үстіне киген киіміне дейін біз көре аламыз екен. Найзасын, жебенің ұштарын, шапанын да, белдіктерін де, сонау сол кезде белдіктің неғұрлым өте әсемделіп істелген белдік сол уақыттағы батырдың мәртебесін қайткен екен, көтерген екен. Берген мағлұматыңызға рахмет. Енді маған шілікті қорған қызықты болып тұр.